Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін өз арнамда Джон Кехоның «Подсознание бәрін жасай алады» кітабының 3-ші бөлімін аудио кітап түрінде жүктегелі отырмын. Джон Кехо Канададан шыққан, психологиялық мотивацияға бағытталған кітаптарымен танымал болған жазушы. Өткен бейне жазбаларының сілтемесін төмендегі сипаттама бөлімінен таба аласыздар. Менің жаңа бейне жазбаларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк қойып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Подсознание бәрін жасай алады. 3-ші бөлім. Визуализация немесе ойша бейнелеу. Менің миымда ойлар жоқ, бірақ оның барлық ұғымдарды өмірге әкелетін күші бар. Ральф Уолдо Эмерсон. Адамды жеңімпаз ететін не? Табысты адамдар мен сәтсіз адамдардың айырмашылығы неде? Бұның бәрі менің басымда, дейді мультимиллионер, табысты жылжымайтын бүлік тарлығының магнаты, кино жұлдызы, культуризммен айналысушы, ғалам мистері, атағын 5 рет алған Арнольд Шварценеггер. Арнольд бұның бәріне жетті, бірақ әрқашан олай болған жоқ. Арнольд барлық жоспарларының кілті мида екеніне мықты сенімінен басқа ештеңе болмаған кездерін есіне алады. Өте кішкентай бала кезімнен мен өзімді қалай болғым келсе солай елестететінмін. Мен өз ойыма ешқашан күмәнданған емеспін. Дәл осылай болатыныма ми шынымен ерекше. Ғалам министрі атағын алғаш алғанға дейін мен өзімді осы турнирде жеңіске жетемін деп елестететінмін. Бас жүлде менікі болды. Мен ойша оны талай рет жеңіп алғаным сонша осылай болатынына еш күмәнданбадым. Менің кино мансабымда да солай болды. Мен өзімді көп ақша табатын талантты актер ретінде елестеттім. Мен сәттілікті сезіндім және дәмін таттым. Мен мұның осылай болатынын білдім. Крис Полайн 1976-1982 жылдар аралығында 6 рет Еуропа кубогын жеңіп алған әлемге әйгілі Батыс Германияның фристайл командасының мүшесі болды. Біздің жаттығуларымыздың бір бөлігі мидың күшін нығайтуға бағытталған психологпен жұмыс болды. Тау бөктерінде жаттығудан кейін біз медитация жасайтынбыз. Психолог бізден ойша әр еңісті, трамплинді және бұрылыстарды басып өтуді сұрады. Осы ақыл-ой жаттығуында біз нағыз жаттығу кезіндегідей көп жұмыс жасадық. Кез келген басқа іс-әрекеттегі сияқты спортта да жеңіске жету адамның өз әрекетінің нақты ойша бейнесін жасай білуіне тікелей байланысты. Крис не туралы айту керектігін біледі. Ол тек алтын медаль иегері ғана емес, сонымен қатар ол табысты бизнес және спорт консалтингтік компаниясының басшысы. Оның мақсаты адамдарға осы әдістерді қолдану арқылы жетістікке жетуді үйрету. Брайан Эдвардс көңілді, әзіл-оспақ сезімі бар адам өмірін сақтандырумен айналысады. Мен онымен лекциялық турлардың бірінде таныстым және біз жақсы дос болып кеттік. Күн сайын ұйықтар алдында ол келесі күні болатын кездесулердің көріністерін ойша жасайды. Ол әр клиентпен ойша әңгіме құрастырады. Олардың барлығы көңілді және өз өмірлерін сақтандыруға ықыласпен келісетінін елестетеді. Брайан ертеңгі сәтті күнді елестетеді. Соның нәтижесінде ол көптеген сақтандыру келісім шарттарын жасай алды. Ол мұны ұйықтар алдында 10 минут және таңертең оянғаннан кейін 10 минут жасайды. Барлығы күніне 20 минут болады. Брайан Эдвардс бір күнде көптеген сақтандыру полистерін сатады. Оны басқа агенттер 6 айда жасайтын және үнемі өз мамандығы бойынша 1% алатындар қатарындағы өкілдердің бірі болатын. Мақсаттары мен өмірлік перспективалары әртүрлі. 3 түрлі адам, бірақ олардың барлығы шындықты жасауда және оған белсенді әсер ету үшін бірдей әдісті пайдаланды. Визуализация техникасын немесе ойша бейнелеу. Визуализация, ойша бейнелеу, ойнау, өзін әлі болмаған жағдайда көру. Адам өзіне қалаған нәрсені істеп немесе ие болып қалағанына қол жеткізіп жатыр деп елестетеді. Өзіңізге деген сенімділікті дамытқыңыз келеді делік. Қиялыңызды пайдалана отырып, сіз өзіңізді сенімді адам ретінде елестетесіз, ойша, батыл істер жасайсыз және алуан түрлі адамдармен еркін сөйлесесіз. Сіз әдетте қиындық тудыратын жағдайларды елестетесіз және оларды оңай, табиғи түрде әрекет етіп табысқа жететініңізді елестетесіз. Сіз тіпті достарыңыз бен әріптестеріңіздің жаңадан пайда болған өзіңе деген сенімділігің үшін
құттықтап жатқанын елестете аласыз. Өзіңізге сенімді адам болғаныңызға да, нәтижесінде болған өзгерістерге де мақтанышпен қанағат сезімін сезінесіз. Өзіңізбен не болатынын және не болғанын елестетіп, және ол шындықта болып жатқандай өмір сүресіз.